Саламатсыздар ма? Бүгін біздер алгебралық бөлшектерді қосу және азайтуға мысалдар көрсететін боламыз. Бұл 7-ші сыныптың есебі. Алгебралық бөлшектерді қосу және азайтуда біз өткен тақырып бойынша, яғни жай бөлшектерді 5-ші сыныпта өткенбіз, 6-ші сыныпта өтілген бұл тақырып қозғалғанда 5-ші сыныпта мысалы үшін жай бөлшектерді қосу және азайту тақырыбын өткенбіз. Мұнда екі жолы бар, өзі екі түрге бөлінеді. Бірінші түрі ол жай бөлшектердің бөлімдері бірдей болған жағдайда алымдары қосылады, бөлімдері өзгеріссіз қалады деген. Ал екінші жағдайда, екінші түрі бөлімдері әртүрлі болған жағдайда оларға ортақ бөлім беру арқылы ең әуелі ортақ бөлім береміз. Сонан соң жаңағы жай бөлшектерді бөлімдері бірдей болған жағдайда қостық қой, дәл солай алымдарын қосып бөлімдерін өзгеріссіз қалдыратын боламыз. Ал онда мысалдарға кеттік. Бірінші мысалда бөлімдері бірдей жай бөлшектерді қосу есебінен мысал берілген. 15А-вы, 15А-вы. Демек, бізде бөлімдері өзгеріссіз қалады. Назар аударамыз. 15А-вы деп жазамыз да, ал алымдарын қосып жібереміз. 3А азайтылған 7Б қосылған 2А қосылған 2Б. Жалғастырамыз. Алымдары қосып жібереміз. Ұқсас мүшелерді қосып аламыз. Мен бұл белгілерді өзіме түсінікті болу үшін, ыңғайлы болу үшін беремін. Сіздер де солай берсеңіздер болады. 15А-ға. Енді қараймыз, 3А-ға 2А-ны қосатын болсақ, 5А қалады. 7В-дан 2В-ны азайтатын болсақ, минус пен плюс келген жағдайда таңбалар ережесі бойынша азайту бірінші орындалады. Демек, минус 5В қалады екен. Мұнда қараймыз, назар аударатын бір жайт бар. 5А, 5В екеуінің алдындағы әріптер екі бөлек болғанымен ортақ бір сандары бар. Оны біз жақшаның сыртына шығарып жіберу арқылы ортақ көбейткішті есепті тиімдірек тәсілмен шығара аламыз. Мысалы үшін 5-ті шығаратын болсақ, А минус В қалады. Нәтижесінде 15АВ. Мұнда 15 пен 5 қысқарады. Сонда А минус В бөлінген 3АВ. Есебіміз осылай қалады. Енді екінші мысалға назар аударайық. Екінші мысалда айтады. Мұнда бөлімдері бірдей жай бөлшектерді азайтыңыздар дейді. Жай бөлшектерді, кешірім сұраймын, жай бөлшектерді емес, алгебралық бөлшектерді азайтыңыздар дейді. Бөлімдері бірдей болғанда азайтуда да дәл осы бірінші мысал сияқты бөлімдері өзгеріссіз қалады. 5А минус 15. Алымдарын азайтамыз. А квадрат плюс 9 минус 6А. Енді мұнда назар аударсақ, алымдарындағы А квадрат плюс 9 минус 6А дегеніміз қысқаша көбейту формуласының бірінші формуласы сәйкес келеді. Ол жерде, мысалы үшін, А минус 3-тің квадраты деп алуымызға болады. Бұл формуланы ашатын болсақ, мұна түрге қайта келетін болады. Енді біз жаңағы 5А минус 15 дегенімізді бірінші мысалдағы сияқты ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарып жіберуімізге болады екен. Дереу шығара салайық, түсінікті болады деп ойлаймын. 5-ті ортақ бөлімге шығарамыз. Мұнда А минус 3 қалады. Демек, А минус 3 пен квадрат қысқарады. Нәтижесінде А минус 3 бөлінген 5. Есептің жауабы осылай қалады. Енді үшінші мысалға назар аударамыз. Үшінші мысалда бізде бөлімдері әртүрлі берілген. Бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосып азайтқан кезде ең әуелі ереже бойынша ортақ бөлімін табатын боламыз. Ортақ бөлімін табу үшін 4 пен 6 деген санға назар аударамыз. Бізде ортақ бөлім ол екеуіне бөлінетін санды аламыз, ең кішісін. Мен 12 деген санды алайық. Оған 3. А керек емес, бұның 3 дәрежесі дейміз. Өйткені бізде бұның 4 дәрежесі берілген. Мұнда А-ның кубы. Ал мұнда біз 2А-ның квадратын береміз. Өйткені өзі біреу бар. Кеттік ары қарай.
бөлім берген кезде тоқтауыш көбіш береміз. Тоқтауыш көбішті алымдарындағы сандарға жеке-жеке көбейтіп, оларды қосып жібереміз. Ал ортақ бөлімді сразу жазып қоя салуға болады. 12 А-ның 3 дәрежесі, В-ның 4 дәрежесі. Мұнда 3х В-ның кубы қосылған 10 А-ның квадраты. Бөлсеміз дәл осылай қалатын болады. Өйткені қысқаратын, жаса сыртына шығаратын ешқандай ортақ көбейткіш жоқ. Енді төртінші мысалға назар аударайық. Мұнда бізде орындары ауысып кеткен. Және ортақ бөлім беруден бұрын бұның өзін негізі ықшамда болу керекпіз алгебралық өрнектерді. Ол үшін бөлімдеріне назар аударамыз. Бөлімдерінде екеуіне де тиесілі ортақ көбейтікті жақша сыртына шығаруға болатын өрнек берілген. Мысал үшін А плюс 3-ті өзін жазамыз. Мұндағы А квадрат плюс АВ-дан біз А-ны жақшаның сыртына шығарып жүреміз. Сонда А плюс В менде қалады. Минус В минус 3-тің өзін жазамын. Бөлімінде В-ны шығарып жүремін. А плюс В-ның өзі қалады. Енді біз ортақ бөлім беруімізге болады екен. Мұнда А, мұнда В екеуіне қажетті зат бір-біріне бере саламыз. Мұнда А береміз, мұнда В береміз. Нәтижесінде тең болады. Ортақ бөлім бізде қарасақ, мұнда В берсек, мұнда А берді. Екеуінде көбейтетін болсақ, АВ болады. Демек, ортақ бөлімінде АВ және А плюс В қалады екен. Бұл енді өзгеріссіз қалады, өйткені бұл екеуіне де тиесілі бөлім болып тұр. Мұндағы берілген В және А деген сандарымызды жеке-жеке көбейтеміз. В-ны А-ға көбейтетін болсақ, АВ плюс В-ны 3-ке көбейтетін болсақ, 3В минус. Бізде есімізде болса, жақша қалатын болса, бұлай А көбейтілген деп, жақшаның сыртында тұрған, яғни жақшаның алдында тұрған азайту таңбасы болатын болса, жақшаның ішіндегі таңба өзгеріске ұшырайды деген болатын біз. Бұл жерде дәл сондай өзгеріске ұшырайды. АВ және плюс 3В болады. Бізде АВ мен минус АВ қысқарады, өйткені мұна плюс АВ-дан минус АВ-ны азайтып жүрсек, 0-ге тең болады. Келесі, кешірім мұнда В емес, А болады екен. Ары қарай жалғастырайық. Түсінікті болған болса, мұнда назардақшы 3В, 3А деп тұр, я? Біз бұл жерден жаңалы бері айтып жатқан ортақ көбейткішімізді жақсына шығарып жүреміз. 3-ті шығарамыз. Мұнда А плюс В, мұнда АВ, А плюс В. Көріп тұрғандарыңыздай, көбейту болған жағдайда бөлімдер мен алымдарын қысқартуымызға болады екен. А плюс мен А плюс В қысқартып жүреміз. Нәтижесінде 3 бөлінген АВ. Жауабы осылай шығады. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер түсінікті болған жағдай болса, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.